Алматы облысында оқушыларға жарамдылық мерзімі 2 жыл бұрын өтіп кеткен йогурт таратылған. Алматы облысында темекі тамақтандыратын бастауыш сынып оқушыларының жарамдылық мерзімі 2 жыл бұрын өтіп кеткен йогурттар берілген жағдайға қатысты Қарасай аудандық әкімдігі пікір білдірді. Жазбадағы Инстаграмдағы Жандосовты парақшасында жарияланды. Жазбада мемлекеттен тегін тамақ берілетін мектеп асханасында бастауыш сынып оқушыларына тіспасар ретінде мерзімі 2 жыл бұрын өтіп кеткен йогурт таратылған жазылған. Қаптамадағы жарамдылық мерзімі 2021 жыл. Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен сүт өнімдері өте қауіпті аурулармен улануға келуі мүмкін. Мұндай өнімдерді мектепке кім берді? Келісімшарт бойынша тамақтандыру қызметінің өкілі бұған қалай жол берді? Жауап беруді және жағдайға дереу күзетуді талап етеміз деп жазған автор. Қарасай ауданы әкімшілік Қаз ақпарат агенттігіне берілген мәліметінше, білім бөлімі аталған мектептің асханасын тексеруге жедел жұмыс тобын ұйымдастырған. Аудандық білім бөлімі ақпаратты растады. Азық-түлік сапасының жүргізілген мониторинг нәтижесінде Айналайын компаниясы шығарған Растечка йогуртының жарамдылық мерзімі өтіп кеткені анықталды. Осыған байланысты оны пайдалануға тыйым салынды. Мектеп директорына тәртіптік шара қолданылды, жеке кәсіпкерге хабарлама жіберілді. Асхана жұмысы қатаң бақылауда деп жауап берді аудан әкімдігінің өкілдері.